Мұстафа Шоқай көшесі 52-де орналасқан пешені сантехника сатушы газовик дүкенін тал түсте тапанша ұстаған қарақшы тонап кетті. Алайда қарақшының жасаған қателігінің арқасында милиция қызметкерлері оны қолға түсірді. Дүкен меңгерушісі оқиғаны тілшімізге баяндап берді. Екілер шамасы болатын, обедтің кезі ғой. Как раз іште адам аз. Бір вор есіктен кіріп келді кәдімгі. Лежайт деп пистолетпен кіріп келді. Кассаға келді. Мен кассада тұрғанмын ғой сол кезде. Кассаға келіп бүкіл ақшаны сал деді. Сол қорыққаннан бәрін салып жеттім. Где-то бір миллиондай ақша бар тұғын ішінде кассада. Кассада ақшаны салып жатқаннан кейін маған көз түсіп кетті. Лимакс деген бізде котел бар, дерзкий. Соны осыны алып кеткісі келді. Алып кете алмайтыны белгілі болды да, ауыр ғой. Содан кейін тұрды да қағаз бен ручкаға адресін жазды, айқайлап әкеп тастады, доставканы әкеп тастады деп осы деп көрсетіп, былай жүгіріп сыртқа шығып кетті, білмеймін қайда қашқанын. Ақшаны алды да, ауышты да қалды. Есік маяқтан кірген негізі. Содан кейін тұрды да, білмеймін, былай қарай қашты, ақшаны алып алды. Содан кейін тұрды да, ана жерден бұрылып қайттан осы жолмен қайттан келіп былайынан шықты ғой. Осылай қарай есікке қарай қайттан. Ұрыбай Жартыбасов, Светлана Котелова, ПТК арнасы.